Еліміздегі кәсіподақтардың ішінде студенттердің білім шыңына шығуына, рухани және мәдени дамуына, жан-жақты өсуіне атсалысып, бойларына көшбасшылық қасиеттерді сіңіріп, 25 мыңнан астам студенттердің басын қасиетті қара шаңыраққа қосып отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы ерікті, дербес, тәуелсіз, бекітілген және жеке мүшелігі бар қоғамдық бірлестік. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы қазудағы барлық студенттерді оңай студенттік көлік картасымен қамтамасыз етеді. Жастар уақытын тиімді өткізу үшін, өзін-өзі жан-жақты әр салада дамыту үшін кәсіподақ жыл сайын спорттық, инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыруда. Айтар болсақ, ұйымдастырылып отырған ірі жобалар қатарында 22 қыркүйек Қазақстан Республика халықтарының жүлдер мерекесіне орай бауырсақ пати акциясы. Бұл күні оқу орнына келген әр студент қазақ тілінде мақал мәтел айтып, бауырсақтан дәм татады. Сұңқар кубогі атты мини-футболдан жарыс. Еріктілерден құралған командалар футбол ойыны арқылы өзара бақ сынайды. SSP Smart Students Project мақсаты смарт оқу орнына лайықты смарт студенттерді дайындау. Әр команда әзіл қалжыңымен қатар смарт жобаларды ұсынуға тиіс. Ең үздік студенттік топ. Жобаның мақсаты университеттегі оқу, қоғамдық жұмыстарды барынша белсенді, ұйымшыл болған ең үздік топты анықтау болып табылады. Ең үздік студенттік топ жобаның негізгі мақсаты студенттердің университет қабырғасындағы белсенділігімен қатар білім деңгейін көтеру. Bookworld рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жыл сайын өткізілетін жобаның мақсаты жастарды көп кітап оқуға насихаттау. Movie Club үш тілді саясат аясында студенттердің әлемдік тілді еркін сөйлеуіне ықпал ету. Ағылшын тілімен сауатты оқып жазуға жағдай жасау. Ерекшелігі студенттер мүддесі үшін тегін білім береді. Қазу студиясы тағылымы мол кездесулер. Елбасымыздың жастар жылы бағдарламасы аясында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ректорымыз Ғалымқайыр Мұтановтың бастамасымен құрылған Айналаңды нұрландыр жобасы аясында қоғам қайраткерлері, жазушы, ақын, өнер әлемінің саңлақтары мен сырлы сұхбат студенттер мен тағылымды кездесу мақсатында ұйымдастырылады. Әлжуаз топтағы жандарға көмектесу мақсатында ұйымдастырылатын «Сен жалғыз емессің» қайырымдылық концерті. Наурыз пати. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Бұл жобаның мақсаты ұмыт болып бара жатқан ұлттық тағамды мына замандағы жастарға ұсынып, олардың бойларындағы қазақылықты дамыту. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының қолдауымен қазіргі таңда Томирис қыздар клубында 200-ге жуық университетіміздің сұлу қыздар өз өнерлерін шыңдауда. Томирис қыздар клубы 6 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Сұлулық, тәрбие мен білім, мәдениет, сөз мәдениеті, аспаздық, спорт және денсаулық. Шығармашылық жастар клубы. Шығармашылық жастар клубының бағыттары: айтыскер ақындар, жазба ақындар, блогерлер, поэзия оқырмандары, проза оқырмандары, сценаристер даярлау болып табылады. Біз туралы толық ақпаратты мына сілтемелер арқылы біле аласыз. Студенттер қамқоршысы Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының еліміздің, қаламыздың, университетіміздің өсуіне елеулі үлес қосатындығын көрсетеді. Бізбен бірге болыңыздар.